Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен өте дәмді хачапуридің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны жоғалтпас үшін менің каналыма тіркеліп алыңыз. Алдымен ыдысымызға айранымызды құйып аламыз және бір жұмыртқамызды шағып аламыз. Жұмыртқамызды салып болғаннан кейін артынша тұзымызды және қантымызды, разрыхителімізді салып аламыз. Сұйық майымызды салуды ұмытпаймыз. Сұйық майымызды салып болғаннан кейін жақсылап араластырып аламыз біркелкі масса шыққанша. Содан кейін ұнымызды бірнеше бөлікке бөліп отырып, араластырып отырып салып отырамыз. Ұнымыз кішкене біріккеннен кейін қозғағышымызды алып, қолымызбен ары қарай тағы да біріктіріп аламыз қамыр қылып. Міне біздің қамырымыз дайын болды және 30 минутқа тұндырып қоямыз. Пищевой пленкамен бетін жауып, осылай мен жарты сағатқа тұндырып қойдым. Сол аралықта сырымызды теркадан өткізіп аламыз. Мен осындай ірілікте өткізіп алдым сырымды, сіздер бұдан да майда етіп өткізсеңіздер болады. Сырымызды өткізіп болғаннан кейін бір жұмыртқамызды үстіне шағып саламыз және сырымызбен екеуін араластырып аламыз жақсылап. Араластырып болғаннан кейін осылай 4 бөлікке бөліп қойдым мен және қолыммен осылай домалақтап шықтым, ыңғайлы болу үшін. Біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымызды да дәл солай 4 бөлікке бөліп аламыз. Міне осылай бөліп аламыз 4 бөлікке. Қамырымызды бөліп болғаннан кейін қолымызбен осылай зуалай етіп, домалақша етіп алдым мен. Міне осылай домалақша етіп аламыз және 15-20 минутқа тағы да тұндырып қоямыз. Тұнып болған қамырымызды кішкене жайып аламыз. Осылай шетін басып отырып жайып аласыздар. Және жайып болғаннан кейін жаңағы домалақтаған сырымызды ортасына қоямыз. Ортасына қойып, шетін жақсылап жабыстырып жауып шығамыз. Ашылып кетпеу керек, жақсылап жабасыздар, өйткені сырымыз ағып кетуі мүмкін. Не осылай қатты қолдарыңызбен қысып жауып аласыздар. Және жауып болғаннан кейін оқтауымызбен жайып жібереміз. Ақырында отырып осылай жайып алдық. Міне жайып болдық. Енді қызып тұрған тапамызға екі жағында майсыз қуырып алатын боламыз, пісіріп аламыз. Майсыз пісіріп аламыз, міне осылай кезек-кезек. Міне осындай болып шығады. Біздің хачапурimiz өте дәмді болып шығады. Және әрқайсысын пісіріп отқан кезде арасына май жағуды ұмытпаймыз. Осылай май жағып отырамыз әрқайсысының арасына. Өте дәмді болып шығады және алдағы уақытта менің видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп алыңыз. Сіздермен болған Динара.